Сәлем достар, сіздермен бірге бірінші гол YouTube арнасы және біз кезекті шығарылымды бастаймыз. Сіздермен бірге мен Елеман Әмірғазы. Хорватияға Еуроның жүлдесі қашан бұйырады бүгінгі тақырыбымыз. Футбол әлемінде жаһандық біріншілікте де, Еуропа чемпионатында да жүлде алып, үздіктер қатарында ойқастап жүрген құрамалар жетерлік. Бірақ әлем чемпионатында бағы жанып, Еурода сүреңсіз нәтижемен жолы болмай жатқан елдерде бар екені жасырын емес. Тіпті оларға құрамындағы жұлдызды футболшылар да, аузын айға білеген атақты бапкерлер де көмектесе алар емес. Сондай құрамалардың бірі Хорватия. Кейінгі екі әлем чемпионатында жүлдегерлер қатарынан көрінген Хорватия футболшыларына әлі күнге дейін Еуроның жүлдесі бұйырмай тұр. Шақпақ жейделілер қарт құрлық додасына бұған дейін 6 мәрте қатысқан. 2 рет ширек финалда, 2 рет 8-ден бірінші финалда және 2 рет топтық кезеңде сүрінді. Бұлай қарасаңыз, Хорватия үшін бұл жаман нәтиже емес сияқты көрінеді. Бірақ кейінгі 6-8 жылдың ішінде түрлі жарыстарға толық дерлік бір құраммен қатысып жатқан хорваттар Еуропаның 24 құрамасы қатысатын жарыста нашар нәтиже көрсетеді де, ал әлемнің ең таңдаулы 32 командасы бақ сынайтын әлемдік додада әлем чемпионатында 2 мәрте жүлде алып үлгерді. Бұл жағдайды екі себеппен түсіндіруге болатын шығар. Біріншісі, Еурода шынымен бәсекелестік өте жоғары және бұған Хорватия құрамасы төтеп бере алмай жатыр. Немесе Еурода жолы болмаған хорваттар өзін көрсету үшін әлем чемпионатына ерекше мотивациямен барады. Кейінгі екі әлемдік додада жарқырап өнер көрсеткен Хорватия футболшыларының биыл алтын дәуірі аяқталып келе жатқанын ескерсек, осы жолы Алманиядағы аламанда атой салуға тиіс. Еуро 2024 күнделігінің бүгінгі шығарылымын өздеріңіз түсінгендей дәл осы Хорватия құрамасына арнаймыз. Кейінгі буын футбол жанкүйерлері Хорватияның алтын буыны деп 2018 жылы Ресейдегі әлем чемпионатына қатысқан немесе 2 жыл бұрынғы Қатардағы доп додасында өнер көрсеткен құрамды атайды. Ал көпті көрген ересек жанкүйерлер бұнымен келісе алмайды. Хорваттардың 1996 жылғы Еуро чемпионатына, 1998 жылы әлем біріншілігіне қатысқан құрамда қазіргілерден нашар болған жоқ. Әрине ол кезеңде Лука Модрич секілді алтын доп иегері болмаған шығар. Бірақ дәл қазіргідей футболшылардың бәрі Еуропаның топ 5 чемпионаттарының алдыңғы командаларының құрамында ойнады. Шынында да, қазіргі Хорватия құрамасы да өте мықты. Жұлдызды құрамға ие және олардың қатарында бірден жанкүйерлердің көз алдына келетін Лука Модрич, Иван Ракитич және Матео Ковачичтерден де бөлек талантты футболшылар бар. Мәселен, 2 жыл бұрын Қатарда өткен әлем чемпионатында қаһармандардың бірі болған қақпашы Доминик Ливакович биылғы Еурода да құрамасын жоғары жетістікке жетелейтіні анық. Хорватияның қорғанысында тек Манчестер Ситидің ғана емес әлемдегі ең үздік қорғаушылардың бірі Йошко Гвардиол ойнайтыны көп шабуылшының мазасын қашырады. Гвардиол Сити сапындағы кейінгі матчтарда шабуылға жиі араласып, қарсылас қақпасына гол соғып та жүр. Одан бөлек айық қорғаушысы Домагай Вида да ұлттық құраманың негізгі тасқамал қорғаушыларының бірі. Йосип Шутало, Йосип Станишич, Борна Баришич секілді қорғаушыларда анау-мынау шабуылшыны өз алаңына оңайлықпен өткізе қоймайды. Германия, Англия сияқты Еуроға қатысатын жартылай қорғанысы ең мықты құрамалардың қатарында Хорватияда бар. 2018 жылғы алтын доп иегері Хорватияның тірі аңызы Лука Модрич жасы біразға келіп қалды демесеңіз, Реал сапында көрсетіп жүрген ойыны қазір талантты таң қалдырып жүрген жас футболшылардан бір мысқалда кем емес. 38 жастағы жартылай қорғаушының бұл карьерасындағы соңғы чемпионаты. Сондықтан Лука Модричте өзі де, командалас әріптестері де бір-бірі үшін барын салып чемпиондық таласта аянып қалмайды. Модричтің қасында ойынына Мауриньоның өзі тәнті болған Иван Перишич, Матео Ковачич, Марсело Брозович, Марио Пашалич сияқты футболшылар ойнайды. Шабуылда іріктеу кезеңінің үздік сұрмергені және ұлттық құрама сапында гол соғу бойынша 5-ші орында тұрған Андрей Крамарич, Бруно Петкович, Анте Будимир секілді сұрмергендер де бар. Хорватия құрамасын 2017 жылдан бері Златко Далич жаттықтырып келеді. Ұлттық құрамада жұмыс істегенге дейін ол бірнеше жергілікті клубтар мен Сауд Арабиясының Әл-Фейсали және Әл-Хилал, сондай әмірліктің Әл-Айн секілді командалармен жұмыс істеген.
Хорватия құрамасымен бірге Далич айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізе алды. 2018 жылы әлем чемпионатының күміс, ал 2022 жылы қола жүлдесіне қол жеткізгені де бұған дәлел. Златко Далич шәкірттеріне іріктеу кезеңінде біраз тер төгуге тура келді. Рас, Д тобында Түркия, Уэльс, Армения және Латвия құрамаларымен ойнаған хорваттар 8 матчта 16 ұпай жинап, Түркиядан кейінгі екінші орынға жайғасты. Түріктерден бір ұпайға қалып қойса да, Еуроға жолдама ала білді. Топтық ойында хорватиялықтар 5 мәрте жеңіске жетіп, бір рет тең ойнап, 2 рет жеңіліп қалды. Бір ойында Уэльс құрамасына, екіншісінде өз алаңында Түркияға есе жібергені бар. Далич командасы іріктеуде 13 гол соғып, өз қақпасына 4 гол өткізіп алды. Еуро 2024 іріктеу турнирінде Андрей Крамарич 4 гол соғып, құраманың сұрмергені атанды. Бұл чемпионат Модрич пен Перишичтің үлкен сахнадағы соңғы бейі болмақ. Сондықтан Хорватияның бар сенімі, бүкіл үміті осы футболшылардан. Дегенмен, қалған ойыншылар да қарап қалмай, екі ақсақалға чемпиондық жолда демеу болады. Қақпада сенімді Доминик Левакович ойнайтыны қорғаныс шебінде Еуропадағы ең қымбат қорғаушысы Гвардиола бар екенін жоғарыда айттық. Финалдық кезеңнің жеребесі тартылғаннан кейін бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне сұхбат берген Златко Далич топтық кезеңнен шығу Хорватия үшін үлкен жетістік болатынын айтқан еді. Иә, хорваттарға топтық кезеңдегі ойындардың өзі оңайға соқпайын деп тұрмын. Хорватия топтық кезеңде қазіргі Еуропа чемпионы Италия және Ұлттар лигасының су жаңа жеңімпазы Испаниямен ойнайды. Сондай-ақ бұл топта 2004 жылғы Грекия құрамасының жолымен жүріп келе жатқан Албания футболшылары да бар. Албания құрамасымен болатын ойын жоғарыдағы 3 құраманың ешбіріне де оңайға соқпас. Бітті ма не? Сканчалысы да? Құрмет достар, Хорватия соңғы екі әлем чемпионатында жүлдегерлердің қатарынан табылды. Десе де Еуродағы фавориттердің қатарында емес. Бірақ та біздің фондағы достарымыз Хорватия жартылай финалға шығады дегенге 9 коэффициент беріп отырмын. Сондықтан да пікірге тіркелген сілтеме арқылы өтіп, бірінші гол промокодымен арнайы фрибетке ие болыңыз. Жай ғана тіркелгеніңіз үшін 3000 фрибет бізден.